Кредиттік алаяқтардың қармағына қалай ілікпеуге болады? Қаржылық алаяқтар алаяқтықтың жаңа схемаларын ойлап тауып, бір орында отырмайды. Сізге банктен кредит ресімдеуді және алынған қаражаттың бір бөлігін сіздің орныңызға кредит бөлейтін делдалдарға беруді ұсынды ма? Сенбеңіз, бұл алаяқтар. Екінші деңгейдегі банктер делдалдар арқылы жұмыс істемейді. Қандай да бір ұйым сізге шамалы ақшаға сіздің банктік кредиттер және микроқарыздар бойынша борыштарыңызды есептен шығаруды ұсынып отыр. Бұл алаяқтар. Сіздің ақшаңызды алған соң бірден жоқ болады. Сізге төмен пайызбен кепілсіз кредитті ұсынып, соманың 5% немесе 10% мөлшерінде алдын ала ақы енгізуді сұрайды. Бұл алаяқтар. Олар алдын ала ақыны алып, дереу телефонын сөндіріп тастайды. Кредитті ресімдеу үшін ешқандай сыйақы бермеңіз. Сіз телефон қоңырауына жауап бере отырып, «Я» деп жиі айтасыз. Бұл әдетті қойыңыз. Телефон алаяқтары сіздің аты жөніңізді және басқа дербес ақпаратты біліп алып, сіздің дауысыңызды жазып алып, сізге бөтен кредиттерді ресімдеуі мүмкін. Сондықтан ешқашан және ешбір жағдайда бейтаныс адамдарға өз дербес деректеріңізді, оның ішінде жеке басын куәландыратын құжаттарды және төлем картасының деректемелерін айтып жібермеңіздер. Осындай қарапайым қағидаларды сақтау сіздің қаражатыңызды залым алаяқтардан қорғауға мүмкіндік береді. Өзіңіздің кредиттік тарихыңызды үнемі тексеріп отырыңыз және ұдайы сақ болыңыз. Қаржылық сауаттылығыңызды Fingramato.kz-пен бірге арттырыңыз.